әдемі зор болды да. Енді мен бұған осындай горох қосып жіберем. Баршаңызға сәлем. Бұл не деп жатқан болсаңыздар, видео соңына дейін көруге кеңес берем. Бүгін сіздерге бір дегеннен өте жақсы болатын, орысша айтқанда рассыпчатый болып шығатын күріш түрін көрсетемін. Ең алдымен қызып тұрған табамызға шитмай құямыз. Шитмай сол табанның астында біркелкі болып жату керек. Одан кейін жақсылап жуылған күрішімізді салып, осылай қоңырқай ақшыл түске енгенше қуырамыз. Содан кейін дәміне қарай тұз саласыз да осылай су құясыз. Судың мөлшері күрішпен бірдей болған кезде жақсылап араластырып, содан кейін күріштерімізді ортаға жинап, қақпағын жауып, отты өте баяу оттасына қойып қоямыз. 30-35 минут ішінде пісіп шығады. Міне күрішіміз өте шашырап, керемет дәмді болып пісті. Енді өздеріңіздің қалауыңыз бойынша горох, жүгері қоссаңыздар болады. Подливпен, балықтың, тауықтың қасына гарнир ретінде ұсынсаңыздар болады. Подливпен ұсынсаңыздар болады. Жасап көріңіз, ас болсын. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер.